Саламатсыздар ма? Мен Тұрар Боранбайұлы, Ақтөбе гуманитарлық колледжінің музыка пәні оқытушысы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ля минор гаммасы және оның түрлері. Ля минор гаммасы бұл техникалық жаттығудың күрделенген түрі. Ля минор гаммасы 3 түрге бөлінеді. Бірінші түрі натуралды, екінші түрі гармониялық, үшінші түрі мелодиялық болып 3 түрге бөлінеді. Ля минор гаммасының бірінші мен натуралды түрін көрсететін болам, яғни аспаптың оң жағымен жаттығуымызды бастаймыз. Келесі кезекте ля минор гаммасын, яғни аспаптың сол жағымен ойнап көрсететін болам. Бас дыбыс қатарларымен жаттығуымызды бастаймыз. Ендігі кезекте ля минор гаммасының натуралды түрін аспаптың екі жағын қосып ойнайтын боламыз. Жаттығуымызды бастаймыз. Ля минор гаммасының натуралдық түрін талдап көрсеттім сіздерге. Яғни оң жағын ойнағанда біздер тек қана таза дыбыстарды алып ойнадық, яғни до мажор гаммасына ұқсас болып келеді. Ал аспаптың сол жағымен ойнағанда тағы бір айырмашылық, ля минор гаммасында натуралды түрінде тек қана біз негізгі қатардың дыбыстарын алып ойнадық, яғни көмекші қатардан дыбыстарының көмегіне жүгінген жоқпыз. Келесі кезекте біз қарастырамыз ля минор гаммасының гармониялық түрі. Жаттығуымызды бастаймыз. Келесі кезекте ля минор гаммасының гармониялық түрінің аспаптың сол жағымен көрсететін болам. Жаттығуымызды бастаймыз. Келесі кезекте ля минор гаммасының гармониялық түрін аспаптың екі жағын қосып ойнайтын боламыз. Жаттығуымызды бастаймыз. Ля минор гаммасының гармониялық түрі натуралдық түрінен айырмашылығы, біздер гармониялық түрін ойнағанда жетінші басқыш, яғни соль дыбысы жарты тонға көтеріліп ойналады, яғни соль диез дыбысын алып ойнаймыз. Мысалға, аспаптың сол жағын ойнағанда біздер ля минор гаммасының натуралды түрін ойнағанда тек негізгі қатардың дыбыстарын алып ойнадық, ал гармониялық түрінде біздер
көмекші қатардан соль диез дыбысын алып ойнадық. Айырмашылық осыда. Келесі кезекте біздер ля минор гаммасының үшінші түрі, яғни мелодиялық түрімен таныс боламыз. Жаттығуымызды бастаймыз. Келесі кезекте ля минор гаммасының мелодиялық түрін аспаптың сол жағымен ойнап көрсететін боламын. Келесі кезекте ля минор гаммасының мелодиялық түрін аспаптың екі жағын қосып ойнайтын боламын. Жаттығуымызды бастаймыз. Ля минор гаммасының мелодиялық түрінің айырмашылығы, біздер жаттығуды ойнау барысында жоғарыға көтерілгенде ля минор гаммасының мелодиялық түрінде 6-7 басқыш жарты тонға көтеріледі. Яғни біздер фа дыбысының орнына фа диез, және соль дыбысының орнына соль диез дыбыстарын алып ойнайтын боламыз. Және де тағы бір айта кетерлік, аспаптың сол жағында ойнағанда біздер негізгі дыбыс қатарларынан бөлек көмекші қатардан бір емес екі дыбыстың көмегіне жүгінетін боламыз, яғни фа диез, соль диез дыбыстарын алып ойнайтын боламыз. Және тағы бір айта кетерлік, ля минор гаммасының мелодиялық түрінде кейін қарай қайтып ойнағанда, жаттығуды ойнау барысында таза натуралды күйде ойнап аяқтайтын боламыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, бүгін біз сабағымызда ля минор гаммасының үш түрімен таныс болдық. Натуралды, гармониялық және мелодиялық түрімен таныс болдық. Назарларыңызға рахмет.